Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді сүзбелі рогаликтердің жасалу жолымен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше жасап бастайық. Ол үшін бізге творог қажет болады. Кез келген творогты алсаңыз болады. Мен үйдің творогын қолданамын. Бөлме температурасында немесе еріген сары майды саламыз. Кейін електен өткізілген ұн және де қопсытқыш, яғни разрыхлительді қосып, осының барлығын араластырып, қамыр илейміз. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайып алғаннан кейін қантты сеуіп шығамыз, және де қалауыңызша корица қоссаңыз да болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Кейін видеодағыдай барлығын әдемілеп кесіп шығамыз және де рогаликтерімізді жинақтаймыз. Жұмыртқаның сарысына аздап сүт қосып араластырып, жаңағы рогаликтарымыздың үстіне жағып шығамыз және де қызып тұрған пешке 180 градусқа 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен менің рогаликтерім дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын дәмді, пайдалы рецепттармен бөлісетін боламын. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді творожный пирогтың жасалу жолымен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға 1 шай қасық қопсытқыш және де қант, бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Яғни біз сары майды үгітуіміз қажет. Осылай араластырып болғаннан кейін 1 жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды бөлме температурасында немесе тоңазытқышта 15-20 минуттай ұстаймыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Кез келген сүзбе қажет болады. Мен үйдің сүзбесін қолдандым, яғни творог. Қант қосамыз, 2 жұмыртқа, дүкен қаймағы, міндетті түрде 20%-дан жоғары болғаны маңызды, және де манная крупа, немесе болмаса жүгері крахмалын қосамыз. Осы ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырамыз. Мен блендерді қолдандым, сіздер шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Пирог пісіру үшін арнайы табан бар, соны қолданамын. Диаметрі 26 см. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеймін. Себебі пирог піскен кезде оңай алынуы үшін. Енді дайын болған қамырымызды барлығын табанның жан жағына жеткізіп, орналастырып шығамыз.
Қамырды табаға орналастырып болғаннан кейін начинкасын құямын және де жидектер қосамын. Ештеме қоспай тап осылай пісірсеңіз де болады. Немесе әдемілік үшін және де дәм беру үшін мен сияқты жидектерді қолдансаңыз болады. Сонымен қатар миндальный слайсиді да бетіне сеуіп жіберемін. Жан-жағындағы қамырды шанышқының көмегімен мұқияттап тегістеп шығамын. Осы пирогты қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-45 минутқа пісіріп аламыз. Менің пирогым пештен шықты. Асықпай суытып алғаннан кейін ғана дастарханға ұсынамыз. Шамамен 1,5-2 сағаттай уақыт кетеді толықтай сууына. Дәл осы пирогты менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын өте дәмді рецепттармен бөлісетін боламын. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді сметаниктің жасалу жолымен бөліскім келеді. Жасалу жолы да оңай. Ендеше осы видеоны соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге міндетті түрде ұнды електен өткізіп алуымыз қажет. Қопсытқыш қосамыз, жақсылап араластырамыз және де бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап тұрып үгітеміз. ұн мен сары майды жақсылап араластырып үгітіп алдық. Енді қант қосып тағы да араластырамыз. Кейін бір жұмыртқа қосып жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 15 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамын. Осы аралықта начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге дүкен қаймағы қажет болады. Майлылығы міндетті түрде 20%-дан жоғары болғаны абзал. Және де қант қосамыз, 3 жұмыртқа қосамыз. Осы қоспаны шанышқының немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осымен начинкасы дайын болады. Дайын болған қамырымызды табамызға орналастырамыз. Менің табамның диаметрі 26 см. Және де міндетті түрде пергамент қағазын қолдануды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздің пирогыңыз оңай алынатын болады. Видеодағыдай қамырды табаның барлық жеріне жеткізіп, орналастырып шығамыз. Жан-жағын сәл 1-2 см биік етіп жасауды ұмытпаңыздар. Қамырды осылай әдемілеп орналастырып алдым. Енді үстіне начинкамызды құямыз. Құяр алдын тағы бір рет араластырып алғандарыңыз жөн. Пирогтың жан-жағын видеодағыдай шанышқымен тегістеп шығамыз. Сол кезде бір келкі әдемі болып пісетін болады. Және де мен пирогқа қатырылған жидектер қосамын. Ол менде клубника. Сіз еш нәрсе қоспасаңыз да болады. Немесе өзіңізде қолда бар жидекті қолдансаңыз да болады. Осы пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Пирог дайын болғаннан кейін міндетті түрде суытып аламыз. Содан кейін ғана формадан босатамыз. Сметаникті дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай жасалады, өздеріңіз көріп отырғандай.
әрі дәмі өте ерекше болып шығады. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Апта сайын дәмді рецепттармен бөлісемін. Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда қазіргі кезде хит болып жатырған маковый пирогтың жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдырамын. Алдымен жұп-жұмсақ бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын қосып миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқаның сарыуызын қосамыз. Ақуызды алып қоямыз. Ол бізге меренге жасауға қажет болады. Енді осы қоспаның үстіне құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Миндальная мука, мак, қопсытқыш және де електен өткізілген ұн. Барлығын қосып болғаннан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Теңде 2-ге бөліп, диаметрі 24 форманың көмегімен дөңгелек етіп жайып аламын. Қамырды теңде 2-ге бөліп жайып алдық. Енді меренгісін жасауға кірісеміз. Ол үшін манағы 4 жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз қосып, баяу жылдамдықта миксерлейміз. Жаймен көпіршіп бастаған кезде біздің қантымызды біртіндеп қосамыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Сіздің меренгаңыз басылып, мүлдем шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан асықпай жұмыс жасаймыз. Біздің меренгамыз өзінің формасын ұстайтындай болуы қажет. Яғни лопаткадан жылжып кетпейтіндей болса, онда дайын деген сөз. Енді кішкентай ас қасықпен жүгері крахмалын қосып, араластырып аламыз. Осымен біздің меренгамыз дайын болады. Жаңағы қамырдың үстіне теңде 2-ге бөліп жағып шығамыз. Бетіне өзіңіз қалаған кез келген жидектің түрін және де жаңғақтарды қойып шықсаңыз болады. Мен қатырылған шие және де грек жаңғағын, миндальный слайсыды қолдандым. Пирогты қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Осы аралықта кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, сап-салқын 33% сливки және де қант ұнтағы қажет болады. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Сонымен біздің крем дайын болады. Дайын болған кремді кондитерлік қалташаға салып аламын және де номер 808 насадканы қолданамын. Біздің пирогымыз пісіп шықты, бірақ міндетті түрде суығанын күтеміз. Шамамен 35 минуттай уақыт кетеді. Содан кейін ғана кремін жағып бастаймыз.
Кремді пирогтың бетіне толықтай жағып шығамыз. Содан кейін ғана екінші бөлігін үстіне орналастырамыз. Яғни пирогты алған кезде біздер өте мұқият болуымыз қажет. Видеодағыдай подложканың көмегімен алғанымыз жөн. Әйтпесе біздің пирогымыз сынып кетуі мүмкін. Бетіне қойғаннан кейін аздап қана үстінен басамыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болады. Маковый пирогты дәл менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңызды осындай ерекше дәмді пирогпен қуантыңыздар. Егер жасасаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Апта сайын дәмді ерекше рецепттармен бөлісетін боламын. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қатырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда көпшіліктің жүрегін жаулаған сникерс тортының жасалу жолымен бөліскім келеді. Қажетті ингредиенттерді әдеттегідей видеоның астындағы описаниеге қалдырамын. Алдымен торттың коржын дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттерді бөлек араластырып аламыз. Яғни електен өткізілген ұн, какао, қант және де ас содасын. Құрғақ ингредиенттің барлығын араластырып болғаннан кейін шетке алып қоя тұрамыз. Енді бөлек таза ыдысқа сүт, жұмыртқа және де ерітілген немесе бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырып аламыз. Осы сұйық қоспаның үстіне манағы дайындап алған құрғақ ингредиенттерімізді бөліп саламыз. Біртіндеп араластырамыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Асықпай араластыру арқылы біртіндеп қосқанымыз жөн. Негізінен бұны миксердің көмегінсіз-ақ шанышқымен де араластырсаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бір шай қасық уксус қосамыз. Мен видеодағыдай уксусты қолданамын. Осымен біздің корждың қамыры дайын. Енді формаға құямыз. Менде форманың диаметрі 18. Астына 2 қабат қылып фольганы ораймын. Бірінші қабатын мұқият ораймын, кейін екінші қабатын дәл солай орап шығамын. Жаңағы дайын болған қамырды салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-45 минут пісіріп аламын. Қамыр дайын болғанша кремін дайындаймын. Ол үшін маған творожный сыр және де сап-салқын сливки қажет болады. Және де міндетті түрде електен өткізілген қант ұнтағын қосамын. Жақсылап біркелкі болғанша миксерлеймін. Ешқандай түйіршік қалмайтындай тегіс етіп миксерлеуіміз қажет. Біздің креміміз осындай қою біркелкі болып шығуы қажет. Осы аралықта торттың коржы да дайын болды. Алдымен толық суытамын. Шамамен 40-50 минуттай уақыт кетеді. Кейін видеодағыдай пышақпен жан-жағынан ашып, формадан босатамын. Енді осы піскен коржымызды 3 бөлікке бөлемін. Дәл осы рецептпен коржын жасасаңыздар, өте ылғалды, жұмсақ және де ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бисквитті теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Енді тортымызды жинап бастаймыз.
Бізге номері 808 насадка және де кондитерлік мешок қажет болады. Барлығын видеодағыдай салып, дайындап аламыз. Кейін дайын тұрған карамельге орешканы салып, араластырып аламыз. Карамельдің жасалу жолы менің каналымда бар. Сіздерге төменге ссылкасын қалдырамын. Барлығын дайындап алдық. Енді тортымызды жинақтаймыз. Алдымен тортымыз жылжып кетпес үшін подложкаға аздап крем жағамыз да бірінші коржымызды орналастырамыз. Корждың бетіне кремді мұқият жағып шығамыз. Жан жағына бортик жасауыңызға да болады. Екінші коржды қойғаннан кейін жұқалап кремді жағып шығамын және де жан жағына шеңбер, яғни бортики жасаймын. Қалың етіп жасағаныңыз жөн, өйткені біздер қазір ортасына карамельді қойған кезде ағып кетпес үшін. Карамельді жағып болғаннан кейін үшінші коржды қойып, кремін жағып шығамыз. Біздің тортымыз кішкене түзеу емес сияқты болып тұр, бірақ ол дұрысталады. Пищевая пленка немесе целлофанды мұқият орап, сыртынан форманы кигіземіз. Осы күйінде тоңазытқышта кем дегенде 6 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің тортымыз түзу, әдемі болып шығады. Біздің тортымыз тоңазытқышта кем дегенде 6 сағат тұрды. Енді бетіне шоколадты құямыз. Ол үшін бізге қара шоколад және де сұйық май қажет болады. Водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Біздің шоколадымыз толық еріді. Енді үстіне ұсақталған жаңғақты салып, араластырып аламыз. Осымен біздің торттың бетіне құятын ганаш дайын болады. Тортты тоңазытқыштан шығарып, формадан босатамыз. Менің тортым тоңазытқышта 1 түн тұрды. Осылай кемінде 6-8 сағатқа тоңазытқышқа қоятын болсаңыз, тортыңыз тегіс, әдемі болып шығады. Ганашты құйған кезде айналаны бүлдірмес үшін осылай етіп целлофанды мұқият кигізіп аламын. Ганашты үстінен құйып, спатуланың көмегімен тегістеймін. Сізде спатула болмаса, пышақтың көмегімен де жасасаңыз болады. Ганашты құйғаннан кейін тоңазытқышқа тағы да жарты сағат немесе 1 сағатқа қоямыз тортымызды. Содан кейін ғана әсемдеуге кірісеміз. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен видеодағыдай етіп жасадым. Сникерс тортын менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, әрі басқа рецепттерге қарағанда жасалуы оңай. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Апта сайын дәмді рецепттармен бөлісемін. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Торттың бетіндегі әдемі жылтыр жазуда қалай жазатынымды көрсеткім келеді. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттарды описаниеге жазып кетемін. Алдымен шоколадты кондитерлік мешокқа салып, аузын байлаймыз. Стақанымызға ыстық су құйып қайнап тұрған осы біздің кондитерлік мешогымызды үстіне салып қоямыз. Шамамен 2-3 минуттан кейін еріп бастайды. Шоколадымыз ерігеннен кейін алдымен сыртын мұқияттап құрғатып аламыз. Біз жазған кезде ешқандай су кірмеуі қажет. Қатты ыстық болып тұрса, қолымызбен аздап қана жылы болғанша суытып аламыз. Өйткені қатты ыссы болса, жазуымыз сұйық болып жазылмай қалуы мүмкін. Кондитерлік мешоктың басын аздап қана кесіп, жазуға кірісеміз. Өзіңізге ыңғайлы қалам сияқты етіп ұстап алып, жаймен жазып бастайсыз. Шоколадпен жазғанның бір пайдасы, егер
Сіз қате жазып қойсаңыз, аздап қатқанын күтіп, ол жазуды алып тастасаңыз болады. Кейін үстінен қайтып дұрыстап жазсаңыз болады. Жазуды мен жылтырмен бояймын. Ол үшін маған кондурин қажет болады. Бұл кондитерлік дүкендердің барлығында сатылады. Алдымен ыдысымызға аздап кондуринді салып, үстінен спирт құямыз. Біздің қоспамыз қатты қою немесе сұйық болып кетпеуі қажет. Егер спиртті көп құйып қойған болсаңыз, аздап күте тұрасыз, спирт ұшып кетеді, біздің кондуриніміз қайтып қоюланып бастайды. Енді осы қоспамен жазудың үстін бояп шығамын. Өте оңай боялады, және де шоколадтан жасалған жүрекшені де бояймын. Сол кезде тортым өте әдемі көрінеді. Мінеки тортымды осылай әдемілеп жазып, бояп шықтым. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда сүзбелі кекстің жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоның соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді әдеттегідей описаниеге қалдырамын. Алдымен сүзбе, 2 жұмыртқа, қант, үшеуін жақсылап блендердің көмегімен араластырып аламыз. Ерітілген сары майды құйып, аздап араластырамыз. Кейін ұн қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу маңызды. Қопсытқыш, тұз және де 1 апельсиннің сыртқы қабығын үккіштен өткізу арқылы қосамыз. Бұл бір ерекше дәм береді, сондықтан қосуға кеңес беремін. Осы қоспаны қасықтың немесе силиконды лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің кекстің қамыры дайын. Барлығын формаларға құйып шығамыз. Қамырды 2-ге бөлу арқылы саламын. Яғни бірінші астыңғы бөлігі, кейін сізде қатырылған жидектер болса, ортасына салып, үстіне қайтып қамырды жабамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймын. Үстіңгі бөлігіне де жидектерді қойып шықтым. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Осымен кекстар дайын, өте әдемі, дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын өте дәмді, пайдалы рецепттармен бөлісемін. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Өте оңай, әрі дәмді пирогтың жасалу жолымен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді әдеттегідей описаниеге қалдырамын. Алдымен бөлме температурасындағы немесе ерітілген сары май мен қантты араластырамыз. Негізінен ерітілген сары май болғаны жақсы. Менде уақыт тығыздылығына байланысты бөлме температурасындағы майды қолданамын. Осы май мен қанттың үстіне жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейміз. Яғни біздің қантымыз ерігенше миксерлеуіміз қажет. Енді осы қоспаның үстіне електен өткізілген ұн мен қопсытқышты араластырып саламыз. Барлығын бірдей салып жібереміз. Және де тағы да жақсылап миксерлейміз. Миксердің де көмегінсіз лопаткамен де араластыруға болады. Дайын болған қамырды формаға құямыз. Мен жан жағын майлаймын. Аздап қана майласаңыз жетеді. Пирог піскен кезде оңай алынуы үшін.
Пирогтың бетіне қатырылған шие, яғни вишняны қойып шығамын. Сізде көбірек болса, тіптен керемет болып шығады. Көбірек сала беріңіздер. Және де асқабақ дәнегін себемін. Осы пирогты 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Осымен менің пирогым дайын, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын өзімнің каналымда дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда профитролидің жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады. Ендеше бірге дайындайық. Алдымен ыдысымызға су, сүт, сары май, шым-шым тұз және де қантты саламыз. Біздің сары майымыз ерігенше қайнатамыз. Астын орташаға қоюымыз қажет. Егер сіз профитролидің салмасына тәтті емес, басқаша салма салғыңыз келсе, онда қантты қоспайсыз. Мен кәдімгі креммен жасаймын. Сол үшінде қант қосамын. Біздің қоспамыз беті осылай жыбырлап бастаған кезде қатты қайнатуға жібермей, електен өткізілген ұнымызды саламыз және де тездетіп араластырамыз. Ешқандай түйіртпек қалмайтындай барлығын біріктіріп, тездетіп араластырамыз. Біздің ұнымыз қалып қоймауы қажет. Видеодағыдай біртіндеп барлығы бірігеді. Суы тартылып барлығы осылай біріккен кезде оттың астын өшіріп, бөлек ыдысқа саламыз және де кішкене суығанын күтеміз. Қатты ыстық болмауы қажет, әйтпесе сіздің жұмыртқаңыз пісіп кетуі мүмкін. Қолымызбен тексеріп қараймыз. Егер қол күймейтіндей болса, жұмыртқамызды салып бастаймыз. Тездетіп араластыруымыз қажет, барлығын біріктіреміз. Екінші жұмыртқаны саламын. Дәл солай араластырамын. Сіздің қамырыңыз бірікпей, солай шашыраңқы болып тұрған сияқты болады, бірақ одан қорықпаңыздар. Тек араластыра бересіздер. Сол кезде өзімен өзі бірігетін болады. Мінекей мен бұл жерде 4-ші жұмыртқамды салып жатырмын. Бірақ әр жұмыртқаны салған сайын мұқият араластыруды ұмытпаңыздар. Осындай видеодағыдай насатканы кондитерлік мешокқа кигізіп, дайын болған қамырды салып шығамын. Противенге пергамент қағазын төсеп, өзіңіз қалағандай етіп құйсаңыз болады. Мен 2 противенге пісіремін. Біріншісін сәл үлкендеу қыламын, екіншісін кішкентай қыламын. Араларын міндетті түрде алшақ қойыңыздар, өйткені піскен кезде көтеріледі. Барлығын құйып болғаннан кейін қызып тұрған пешке 180 градусқа жарты сағат пісіріп аламыз. Жарты сағаттан кейін осылай дайын болды. Күшті қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Ешқандай начинка салмай солай жесеңіз де болады. Ал мен бүгін креммен жасаймын. Кремді жасау үшін алдымен сап-салқын 33% сливки қажет болады. Қоюланғанша миксерлейміз. Егер сіз сливкиіңізді видеода көрсетілгенде ұзындау ыдысқа миксерлейтін болсаңыз, терең ыдысқа, сіздің сливкиіңіз тез қоюланатын болады. Мінекей қоп-қою болып шықты. Енді үстіне сгущенка құямын. Лопатканың көмегімен, қасықтың көмегімен араластырып аламын. Маскарпоне қосамыз және де
Миксерлейміз. Ұзақ уақыт миксерлеудің қажеті жоқ. Осымен біздің крем дайын. Кондитерлік қалташаға құйып алдым. Қайшымен кішкене ғана кесіп тастап басын профитройлардың ішін креммен толтырамын. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасайсыздар. Ішін креммен толықтырып болғаннан кейін міндетті түрде 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып алғанымыз абзал. Сол кезде кремі сіңіп, одан сайын дәмді бола түседі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәмі енді тіл үйіреді, өте дәмді болып шығады. Ішіне ешқандай крем жасамай-ақ өзін жіберсеңіздер де болады. Қыздар, егер видео ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ әрі оңай дайындалатын кекстардың жасалу жолымен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен 3 жұмыртқаны аздап миксерлеп аламыз, кішкене көпіршігенше. Кейін үстіне қантты біртіндеп 2-ге 3-ке бөліп салу арқылы миксерлап отырамыз. Жұмыртқаны миксерлеп болғаннан кейін дүкен қаймағын қосамыз. Және де ерітілген сары май қосамыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Қон мен қопсытқышты араластырамыз. Електен өткізіп, біртіндеп саламыз. Міндетті түрде електен өткізуіміз қажет. Сол кезде біздің кексіміз жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын болады. Осы қоспаның үстіне апельсинді жақсылап жуып тазалап, сыртқы қабығын үккіштен өткіземіз. Және де қалауыңызша түрлі жаңғақ, жидектер қоссаңыз болады. Мен грек жаңғағын қолдандым. Барлығын араластырамыз. Осымен біздің кекстің қамыры дайын болады. Енді қазір формаларға құйып шығамыз. Барлығын формаға құйып шықтым. Өзіңіз қалаған кез келген жидекті бетіне қойып шықсаңыз болады. Бұл кекстарды қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Осымен менің кекстарым дайын, иісі бұрқырап, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бұл сіздің балаларыңызға да қатты ұнайтын болады. Егер осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда қазіргі кездегі танымал, нәзік, дәмді торттардың бірі молочная девочка тортының жасалу жолымен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Тортыңыз сәтті шығу үшін тек қана сапалы өнімдерді қолданғаныңыз жөн. Мен видеодағыдай сгущенканы қолданамын, 8-5%. Осы сгущенканың үстіне 4 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламын. Кейін осы қоспамыздың үстіне ерітілген немесе бөлме температурасындағы сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де біртіндеп ұнымызды саламыз.
Ұнды міндетті түрде електен өткізу маңызды. Қопсытқыш қосып, араластырып алуды ұмытпаңыздар. Ұнды 2-ге бөліп, 3-ге бөліп асықпай араластырсаңыз, сіздің коржыңыз өте сәтті шығады. Миксердің көмегімен ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырып шығамыз. Осымен біздің корждың қамыры дайын. Дайын қамырды пергамент қағаздарына орналастырамыз. Пергамент қағаздарын алдын ала қиып дайындап, форманың көмегімен өзіме қажетті диаметрді сызып аламын. Бұл тортқа сапалы пергамент қағазы болғаны маңызды. Менде силиконизированный пергамент қағазы. Әр қайсысына шамамен 2-3 ас қасықтай қамыр кетеді. Қамырымызды видеода көрсетілгенде асықпай жан-жағына жеткізіп, жағып шығамыз. Осы рецепт бойынша бізде 10-12 корж шығуы қажет. Дайын болған корждарды қызып тұрған пешке 180 градусқа 7-8 минуттан пісіріп аламыз. Одан артық ұстамаңыздар, өйткені біздің корждарымыз күйіп кетуі мүмкін. Менің корждарым дайын. Силиконизированный пергамент қағазын қолданғандықтан еш жабыспай әдемі болып пісіп шықты. Біздің корждарымыздың жан-жағын тортымыз қисық болмас үшін дұрыстап алуымызға болады. Ол үшін осындай форманың көмегімен басып қисаңыз болады, немесе пышақпен жан-жағын кесіп алсаңыз болады. Енді тортымыздың кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін әрине сап-салқын 33%-дан жоғары сливке қажет болады. Сливкені миксердің баяу жылдамдығымен асықпай миксерлеп бастаймыз. Кейін жаймен жылдамдығын көбейтеміз. Біздің сливкеміз әбден қоюланғанша миксерлейміз. Видеодағыдай қоп-қою болып шығуы қажет. Енді 20%-ық дүкен қаймағын қосамыз. Және де өздеріңіз білетін 8-5 сгущенка қосамын. Табиғи сгущенка болғаны маңызды. Арзан сгущенка қоссаңыздар, сіздің креміңіз шықпай қалуы мүмкін. Осы қоспамызды барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Осымен крем дайын болды. Өзінің формасын ұстайтын қоп-қою крем шығуы қажет. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Алдымен астына жылжып кетпес үшін аздап крем жағамыз. Бірінші коржымызды орналастырамыз. Корждарымызды теріс қаратып орналастырғанымыз жақсы. Мен тортты арнайы формада жинақтаймын. Әр корждың үстіне шамамен менің қолымдағыдай лопаткамен 3 лопатка крем кетеді. Кремі көп болады деп уайымдамаңыздар. Бұл торт тұрған кезде кремі сіңіп, дәмді болып шығады. Осы реттілікпен барлық коржды жинақтап шығамыз. Тортты жинақтап болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Содан кейін ғана әсемдеуімізге болады. Егер сіз сыртын крем-чизбен қаптағыңыз келсе, 8 сағаттай тоңазытқышта тұруы қажет. Ал мен сыртын вафельный крошкамен қаптаймын.
Вафельные крошки дайындау өте оңай. Жұмыртқаның ағуызы қажет болады. Ерітілген сары май, қант ұнтағы және де ұн қажет болады. Ұн мен қант ұнтағын міндетті түрде електен өткіземіз. Бұны миксердің көмегімен дайындауға болады. Менде миксерім бос болмағандықтан блендермен жасап аламын. Барлығын араластырған кезде бізде қоймалжың қамыр шығуы қажет. Енді осыны пергамент қағазына жұқалап жағып шығамыз. Барлығы тегіс жұқа болып жағылуы қажет. Қызып тұрған пешке 160 градусқа беті қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Бұл вафельные крошкиді кондитерлік дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Немесе үйден дайындау да оңай. Мінеки қызарып, қытырлақ болып дайын болды. Пергамент қағазынан оңай алынады. Қолымызбен барлығын ұсақтап шығамыз. Тортты тоңазытқыштан шығарып, сыртындағы формасынан шешеміз. Ол үшін алдымен пышақпен торттың айналасын бір жүгізіп шығамыз. Сол кезде формасы да оңай алынатын болады. Және де бір ескерте кететін жағдай, тортты жинаған кезде аздап крем алып қалуымыз қажет. Сол креммен мінекей бетін және де жан жағын тағы да бір тегістеп креммен жағып шығамыз. Жаңаға өзіміз дайындаған вафельные крошкимен тортымды әсемдеймін. Алдымен жан жағынан бастап жабыстырғаныңыз жөн. Бетін түгел вафельные крошкимен жапсаңыз болады. Ал мен бетін ашық қалдырамын, өйткені шоколадпен бетіне әдемі етіп жазу жазамын. Осымен менің тортым дайын. Тортты дастарханға ұсынбас бұрын кемінде 6 сағат тоңазытқышта ұстағаныңыз жөн. Шынымен де өте дәмді, нәзік болып шықты. Сүттің дәмі шығып тұратын нағыз сүтті қыз торты. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің сүйікті торттарымның бірі Вупи-пай тортының жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте түсінікті, анық қылып түсірдім видеоны, сондықтан соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Тортыңыз дәмді, ойдағыдай шығу үшін әрине бізге сапалы май қажет болады. Мен видеода көрсетілген 82,5 таза майларды қолданамын. Және де Қазақстан шоколадын қосамын. Алдымен корждарын дайындаймыз. Ол үшін сары май, бөлме температурасындағы және де Қазақстан шоколады қажет. Менде астында суы қайнап жатыр. Соның буына ыдысымды қойып, водяной баняда араластыра отырып ерітемін. Ерігеннен кейін оттан алып суытуға қоямыз. Осы аралықта 4 үлкен жұмыртқаны миксерлеймін шамамен 1-2 минуттай. Кейін қантты 2-ге бөліп салу арқылы тағы да асықпай, осы кезде қантымыз ерігенше 2-3 минуттай миксерлейміз. Қант пен жұмыртқа жақсылап миксерленгеннен кейін үстіне ерітілген шоколадымызды құямыз. Сіздің шоколадыңыз қатты суып қалған немесе қатты ыстық болмауы қажет. Өзіңіз қолыңызды батырып қараған кезде қол күймейтіндей болса, осы қоспамызға құямыз. Миксердің көмегімен барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және де електен өткізілген ұнымызды біртіндеп саламыз. 3-ке бөліп салсаңыз болады. Осы кезде қопсытқыш қосуға ұмытпаңыз. Онымен бірге қосып жібереміз.
Осымен біздің корждарымыздың қамыры дайын. Видеода көрсетілгендей қоймалжың болып шығады. Енді осы қамырымызды пергамент қағаздарына орналастырамыз. Ол үшін алдымен бізге пирогқа арналған форма қажет болады. Соның үстіне біздің пергамент қағазымызды қойып, қысып, жан жағын басып, дөңгелек форма шығарамыз. Осындай дөңгелек форма шығарған өте ыңғайлы, қамырыңыз сыртына шығып кетпей, өте әдемі болып піседі. Мен қамырды көз мөлшермен теңдей 4 бөлікке бөліп құямын. Егер сізге олай ыңғайсыз болса, алдын ала мешокқа немесе 4 кесеге теңдей бөліп алып, сосын барып пергамент қағазына орналастырсаңыз болады. Барлығын біртіндеп біркелкі етіп жағып шыққаннан кейін алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа пісіріп аламын. Корждар шамамен 7-8 минут аралығында пісіп шығады. Осы кезде айта кететінім, мен силиконизированный пергамент қағазын қолданамын. Өте ыңғайлы, корждарыңыз еш жабыспай пісіп шығады. Барлығын арнайы сеткада суытып аламыз. Осы аралықта біздің тортымыздың кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін мен петмол немесе свежее завтра сливкиін қолданамын. Майлылығы міндетті түрде 33%-дан жоғары болғаны маңызды. Сливкиіміз міндетті түрде сап-салқын тоңазытқыштан жаңа шыққан болуы қажет. Ал творожный сырымызды 15 минут бұрын тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Осы қоспамызды миксердің баяу жылдамдығымен асықпай миксерлей отырып араластырамыз. Мен кремім шашырамас үшін арнайы ыдысты қолданамын. Қақпағы жабық тұрған өте ыңғайлы. Кейін міндетті түрде електен өткізілген қант ұнтағын қосамын және де маскарпоне саламын. Маскарпоне кремге өте ерекше дәм береді және де кремнің өзінің формасын ұстап тұруы үшін қажет. Бұл вупипай тортына міндетті түрде қосылады. Осы қоспамызды миксердің баяу жылдамдығынан бастап көбейте отырып асықпай миксерлейміз. Ешқандай түйіртпек қалмауы қажет. Біздің креміміз біркелкі әдемі болып шыққанша миксерлейміз. Осымен креміміз дайын болды. Видеодағыдай өзінің формасын ұстайтын қою крем шығады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Корждар барлығы бірдей дөңгелек болып шығуы үшін жан жағындағы артық қамырларды кесіп тастаймын. Арнайы форманың көмегімен жасаймын, немесе пышақпен кесіп алсаңыз болады. Кремді жағу үшін бізге кондитерлік мешок және де арнайы вупипайға арналған нөмірі 808 насадка қажет болады. Аузы үлкендеу, биік ыдысқа кондитерлік мешогымызды орналастырып, видеодағыдай мұқият кремімізді саламыз. Коржымызды орналастырмас бұрын астына жылжып кетпес үшін кішкене крем жағып жібереміз. Дәл ортасына коржды қойып, жайменен біздің мешогымызды ортасынан қыса отырып, кремімізді жағамыз. Видеода мұқият көрсетемін, сондықтан асықпай қарап, үйреніп алсаңыздар болады. Ортасына да міндетті түрде крем жағамыз. Ортасындағы крем мен жан жағындағы крем бірдей көлемде болуы қажет. Яғни біреуі биік, біреуі төмен болып кетпеуі маңызды. Екінші коржымызды орналастырамыз. Үстінен жаймен қолымызбен басып шығамыз. Сол кезде біздің шариктеріміз сыртына қарай шығып, өте әдемі болады. Тек қатты баспаңыздар, жаймен басамыз.
Осы кезде мұқият қарап алыңыздар. Кондитерлік мешокқа кремді салғаннан кейін жақсылап орап аламыз. Кейін қысып тұрып кремді жағамыз, яғни шариктер шығарамыз. Тортымызды толық жинап болғаннан кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Содан кейін ғана бетіне ганаш құямыз. Ганашты жасау үшін бізге Қазақстан шоколады және де сливке қажет болады. Водяной баняда араластыра отырып ерітеміз. Қатты ыстық болмауы қажет. Өзіңіздің саусағыңызды батырып қараған кезде күймейтіндей болса, ганашты торттың бетіне құя беруге болады. Қасықтың немесе пышақтың көмегімен торттың жан-жағына жететіндей қылып жағып шығамыз. Тортты әркім өзінше әсемдейді. Мен қазір қыс мезгілі болғандықтан апельсин және де кивиді қолдана отырып әдеміледім. Негізінен вупи-пай тортына құлпынай, таңқурай секілді жидектерді қолданған. Өте ыңғайлы, торттың бетін одан сайын әдемілете түседі. Менің тортым дайын. Алдымен дастарханға ұсынбас бұрын 6-7 сағатқа тоңазытқышқа қойғаныңыз жөн. Сол кезде кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Вупи-пай торты шынымен де өте ерекше дәмді торттардың бірі. Мен бұл тортты бұрыннан бері пісіремін, сондықтан менің рецептім бойынша жасап көрулеріңізді сұраймын. Егер жасап бастасаңыздар, алдымен видеоны мұқият қарап шықсаңыздар болады. Сол кезде сіздің де тортыңыз сәтті шығады. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда қазіргі кездегі танымал испан чизкегінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдырамын. Алдымен творожный сырды баяу жылдамдықта миксерлейміз. Кейін үстіне қантты 2-ге бөлу арқылы саламыз. 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Осы кезде ескерте кететін жағдай, творожный сырды пайдаланбас бұрын жарты сағатқа тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Кейін жұмыртқаны бір-бірлеп саламыз. Әр жұмыртқаны салған сайын баяу жылдамдықта миксерлеп отыруды ұмытпаймыз. Лимон шырынын және де крахмалды қосып араластырамыз. Осы қоспамыздың үстіне тоңазытқыштан шыққан салқын 33% сливкемізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қоспамыз дайын болады. Силиконды лопатканың көмегімен тағы да жақсылап асты үстіне бір араластырып аламыз. Енді формамызды дайындаймыз. Ол үшін мен астына фольганы кигіздім. Кейін жан-жағына пергамент қағазын осылай ұзын етіп жасаймыз. Өйткені біздің чизкегіміз көтерілген кезде тасып кетпес үшін. Қызып тұрған пешке 230 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Піскен кезде біздің чизкегіміз көтеріліп тұрады, бірақ суығаннан кейін қайтып басылады. Бөлме температурасында формасынан алмай, асықпай 3-4 сағат суытамыз. Формадан алғаннан кейін тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа қоямыз. Содан кейін барып дастарханға ұсынуыңызға болады. Испан чизкегін міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте ерекше, нәзік десерт.
Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді, ерекше бір нәзік рулеттің жасалу жолымен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді әдеттегідей описаниеге қалдырамын. Алдымен ақуызды баяу жылдамдықта миксерлейміз, кейін жаймен жылдамдығын күшейтеміз. Көпіршіп бастаған кезде бір шымшым тұз қосып, тағы да миксерлейміз. Біздің ақуызымыз өзін ұстайтындай болуы қажет. Осылай төңкеріп қарасаңыздар болады. Енді таза ыдысқа 3 жұмыртқаның сары уызына қант қосып миксерлейміз. Сүт қосамыз, сұйық май қосамыз. Және де біздің ұнымызды екіге бөліп салу арқылы араластырамыз. Барлығы біркелкі масса болып шығуы қажет. Осымен біздің жұмыртқаның сары уызын осылай дайындап алдық. Үстіне жаңағы ақуыздан жасалған массамызды саламыз. Астынан жоғары қарай, үстінен қатты баспай, біркелкі болғанша араластыруымыз қажет. Дайын болған массамызды противеньге пергамент қағазын төсеп, орналастырамыз, тегістейміз. Және де тегістеп болғаннан кейін противенімізді сілкілеп жібереміз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Менің рулетімнің коржы дайын болды. Осылай қызарып, әдемі болып піседі. Кейін видеода көрсетілгендей үстіне таза орамалды жауып, пергаментінен аламыз. Кейін астындағы орамалмен бірге рулетімізді орап қоямыз. Осы күйінде асықпай суы қажет. Біздер осы аралықта рулеттің кремін дайындаймыз. Салқын 33%-дық кілегейді алып, жақсылап миксерлейміз. Өзін ұстайтындай болуы қажет, қоюлануы қажет. Үстіне сахарная пудра қосамыз. Мен 2 үлкен қасық қостым. Тағы да араластырып аламыз. Осымен біздің креміміз дайын болады. Біздің коржымыз суығаннан кейін орамалынан алып, үстіне кремін біртіндеп тегістеп жағамыз. Жан-жағына көп тегізбейміз, өйткені ораған кезде шығып кетуі мүмкін. Және де қалауыңызша жеміс-жидек қоссаңыз болады. Мен бананды қолдандым. Видеода көрсетілгендей рулет етіп ораймыз. Қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Мен шоколадты ерітіп үстіне жақтым. Бұл рулетті дастарханға ұсынбас бұрын 1,5-2 сағат тоңазытқышта ұстауыңыз қажет. Өздеріңіз көріп тұрғандай, рулеттің жасалу жолы өте қарапайым, бірақ дәмі өте ерекше, шынымен де дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер жасасаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда слезы ангела пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға сап-салқын сары майды салып, екеуін бірге үгітіп аламыз. Жиырма пайыздық дүкен қаймағына ас содасын қосып араластырып қоямыз. 1-2 минуттай тұруы қажет. Осы аралықта жұмыртқаның сарысынан ағын бөлеміз. Яғни бізге жұмыртқаның сарысы керек болады.
ал ауыз кейін бетіне қажет болады. Ұнымыздың үстіне сарыуыз, қант және де жаңағы дүкен қаймағын салып, барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Пищевая пленка немесе целлофанға салып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Осы аралықта начинкасын дайындаймыз. Начинкасына мен үйдің творогын қолданамын. Сарыуыз қажет болады, қант және де дүкен қаймағын қосып, барлығын блендердің көмегімен араластырып аламын. Пирогты мен арнайы формада пісіретін боламын. Диаметрі 23 см және де міндетті түрде пергамент қағазын қолданамын. Біздің дайындап алған қамырды целлофанның ортасына салып, оқтаумен жайып аламын. Қамырды формаға салып, жан-жағын біркелкі етіп тегістеп шығамын. Және де осы дайын болған қамырды шанышқының көмегімен тесіп аламын. Кейін тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз.
Біздің қамырымызды мұздатқышта 15 минут ұстағаннан кейін 180 градусқа қызып тұрған пешке 15 минут пісіреміз. Осылай болып қамырымыз пісіп шығады. Енді начинкасын құямыз. Шамамен 30-35 минут тағы да пісіріп аламыз. Меренгасын дайындаймыз. Ол үшін ақуызды аздап миксерлеп, біртіндеп қантты салып отырамыз. Біздің меренгамыз өзінің формасын ұстайтын болған кезде дайын болады. Духовкадан пирогымызды алып, дайын болған меренганы жағып шығамыз. Және де тағы да 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің пирог дайын болады. Ал бетінде әдемі тамшылар қалыптасын десеңіз, духовкаңызды аздап суытып аласыз. Кейін пирогты кері салып, әбден суығанша сол духовкада ұстайсыз. Сол кезде бетінде әдемі тамшылар пайда болатын болады. Осымен пирогым дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сондай-ақ менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын өте дәмді, ерекше рецепттармен бөлісетін боламын.